Сәлем сұлулар, сіздермен бірге тоқушы фея. Мен сіздерге бүгін сливки атты кардигандың қалай тоқылу керегін өзімнің тегін мастер классында үйрететін боламын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Мен мынандай кардиган тоқып жатырмын. Қазір 10 қатарын тоқып қойдым, сосын есіме түсіп жатыр. Неге видео түсірмеске, басқа сұлуларға неге үйретпеске деп. Қазір сіздерге мен кішкентай нұсқада көрсететін боламын. Ол үшін бізге жіп керек. Өздеріңіз қалаған жіпті алып тоқсаңыздар болады. Мен алған жіп осы турецкий 100 грамда 300 метр бар. Құрамы 49% жүн және 51% акрил. Сіздерге керек болады номер крючок керек болады. Сонымен біз бастаймыз. Мен кішкентай нұсқада көрсететін болғандықтан бір аз ғана 9 ғана ілмек аламын. Бес, 6, 7, 8, 9, 10, 11, біреу, екеу, үшеу өткізіп, төртіншісінен рельефне столбик с накидом тоқимыз. Кешірім сұрайын. Так. Мынау бастағанымыз бірінші столбикқа саналады. Мынау екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. Бесіншісі. 11. Біреу, екеу, үшеу өткізіп, төртіншісінен рельефне столбик с накидом тоқимыз. Кешірім сұрайын. Так. Мынау бастағанымыз бірінші столбикқа саналады. Мынау екіншісі. Үшіншісі. Мінекей осылай тоқисыздар. Енді екінші қатарда тоқу үшін 2 ілмек тоқып аламыз. Теріс қаратамыз. Мынау бірінші ілмекті өткізіп, мына екінші ілмектен тоқитын боламыз. Оған бір ілмектен 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Біреу, екеу. Енді келесінен 1 столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін келесінен столбик 2 с накидом тоқимыз. Келесі 1 столбик с накидом. Соңғысы 1 столбик с накидом болып аяқталуы керек. Мінекей, екінші қатары. Енді үшінші қатар. Бастау үшін 2 ілмек тоқып аламыз. Үшінші қатарда жаңағы 2 столбик тоқыған жерден бастайтын боламыз. Мына жерден бастайтын боламыз.
аркаға кіреміз, кіргізіп, столбик с накидом, бір ілмек тоқып аламыз, қайтадан сол аркадан столбик с накидом тоқимыз. Келесіде біреулікке рельефный столбик тоқимыз. Келесі екеулікке столбик с накидом екеу тоқимыз, арасына ілмек тоқимыз, столбик с накидом. Келесі рельефный столбик, ілмек тоқимыз, столбик с накидом. Рельефный столбик, столбик с накидом. Столбик с накидом. Екеу тоқимыз бір аркадан. Ең соңғысын рельефный столбик жасамаймыз. Жай ғана столбик с накидом тоқимыз. Мінекей, бұл үшінші қатар бізде. Енді төртінші қатарда, төртінші қатар бастау үшін тағы да екі ілмек тоқып аламыз, теріс қаратамыз. Тағы да сол бір аркадан тоқылған екі столбиктің ортасынан бастаймыз. Столбик с накидом. Тағы да столбик с накидом. Дәл екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатарда бәрі бірдей тоқылады. Рельефный столбик енді сыртта қалып кеткендіктен бұлай тоқимыз. Әрі қарай столбик с накидом. Біреу, екеу, арасына ілмек тоқимыз, столбик с накидом. Рельефный столбикті осылай тоқимыз. Рельефный столбик. Енді аркадан столбик с накидом. Ілмек тоқимыз, столбик с накидом. Жай ғана с накидом тоқимыз. Мінекей. Бұл бізде 1, 2, 3, 4-ші қатар болды. Енді 5-ші қатарда бастау үшін екі ілмек тоқып аламыз. Так. Сол аркадан бастаймыз. Столбик с накидом біреу, столбик с накидом екеу, екеуден кейін бір ілмек тоқып аламыз. Столбик тағы да с накидом біреу, столбик с накидом екеу. Мінекей. Алдыңғыда аркада екеу болса, енді бұл аркада төртеу. Рельефный столбик болып тоқылады. Тағы да бір столбик с накидом, екі столбик с накидом, ілмек тоқып аламыз. Столбик біреу, столбик екеу, рельефный столбик. Сегізінші қатарға дейін
дәл осылай тоқып шығамыз. Сонымен міне мен 8-ші қатарға келдім, ең соңғысы. Тоғызыншы қатарды қалай тоқимыз? Тоғызыншы қатарды екі ілмек тоқып аламыз, сол арқадан бастаймыз. Бір накидам, екі накидам, үш накидам, ілмек тоқимыз арасына, қайтадан сол жерден бір накидам, екі накидам, үш накидам тоқимыз. Прилежный столбик. Сонда алдыңғы бір аркада 4 болса, енді бір аркада 6 болды. Накидам 1, накидам 2, накидам 3, накида ілмек тоқимыз. Накидам 1, накидам 2, накидам 3. Рельефный столбик. Накидам 1, накидам 2, накидам 3. Накидам 1, накидам 2, накидам 3. Накидам. Мінекей. Қарап тұрсаңыздар, көлемі уже үлкейіп келе жатыр. Енді сіздер осы дәл осылай 9-ды тоқсаңыздар, 10, 11, 12, 13-ші қатарға дейін дәл осылай тоқыңыздар. Сонымен мен 13-ші қатарды тоқыттым. Енді 14-ші қатарды қалай тоқимыз? Ол үшін 1, 2 ілмекті өткізіп, 3-ші ілмектен столбик с накидам, яғни аркаға жетпей, бір столбик с накидам тоқимыз. Аркадан бұрынғыша 6 тоқимыз. 1, 2, 3 ілмек тоқып аламыз. 1, 2, 3. Рельефный столбик. Да. Сонда бізде алдыңғы қатарда 6 болса, енді бұл жерде аркада 6, жанынан бір-біреуден қосылды. Сонда бізде барлығы 8 столбик с накидам болады. 1, 2, 3 арасынан ілмек тоқимыз. 1, 2, 3 жанынан бір столбик с накидом тоқимыз. Соңғысы столбик с накидом.
Мінекей. Бізде бұл 14-ші қатар, дәл осылай тоқисыздар. Қарап отырсаңыздар, көлемі ж өзгерді. Үстіп қосқан сайын көлемі өзгереді. Ал ендеше мен бастаған жұмысымен ары қарай тоқитын боламыз.